Барлықтарыңызға бір күндік влог болсын. Бүгін мен күнімді уборкадан бастадым. Күні бойы уборкілеп, бәрін жуып, сүртіп, жинап, шаңдарды сүртіп, пылесостап, бәрін жасап тастадым да. Кешкіге не пісірем деп күні бойы ойладым. Той миды жеп жібереді ғой, сол сұрақтың бәрі бар ғой. Тоқтай алмай қаласың ғой, не пісірем деп өзіңді өзің жеп жібересің. Соны артынан примерно ойлап тапқан тамағымды қазір жасап көрсетемін. Не пісіремін деген сұрақ көкейімізде тұрған сұрақ қой, бәрімізді жегідей жеп тастайтын шығар. Ал енді тамағымызды бастайық. Үлкендеу етіп туралған картоплымыздың екі жағын қызартып қуырып аламыз. Оны толықтай пісіру не обязательно. Сол уақытта етімізді маринадтап бастаймыз. Неше түрлі специяларымызды қосамыз, өзімізге ұнайтынды ыстырып, 10 минут маринадтап қоямыз. Қызарып қуырылып болған картошкамызды бір отдельно ыдысқа алып қоямыз да, осы маринадталған етімізді сол қызып тұрған майдың үстіне жуа қосып, етімізді қосып қуырып аламыз. Осы маринадқа келгенде қуыс-қуыста тұрған неше түрлі специяларымды шығарып алуға тырысамын. Әдемі етіп қызартып қуырып алсаңыздар, тауықтың еті өзі тез піседі ғой. Бір 10 минуттай ғана қуырған шығармын, может 15 минут санамаппын. Соның артынан осылай қуырып болған тауық етінің үстінен қуырылған картошкамыз саламыз, жарты кесе су құйып жібереміз. Артық тұз ештеңе салған жоқпын, себебі ет маринадталған. Сосын осылай боқтырып аламыз, бір 20 минуттай бәрі піскенше. Мен асымыз дайын. Ас болсын.